Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Арай. Бүгін өте дәмді круассандар әзірлейміз. Ол үшін бізге қажетті заттар: 700-800 грамм ұн, жылы сүт, жылы су, вареная сгущенка, тұз, қант, ашытқы, жұмыртқа және сары май. Бұл жерде бір жұмыртқа мен бір жұмыртқаның ақ уызын қолданамыз. Жұмыртқаның сары уызы круассанның бетіне. Алдымен жылы сүтімізді алып құямыз. Үстіне жылы суымызды құямыз. Ашытқымызды саламыз. Тұз бен қантымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. Бізде 15 минут уақытымыз өтті. Ашытқымыз көтерілді. Дәл осылай көтерілуі қажет. Енді үстіне бір жұмыртқа және жұмыртқаның ақ уызын саламыз. Екі ас қасық сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды біртіндеп қоса отырып араластырамыз. Қамырымызды жақсылап илейміз. Ыдысымызға салып, бетін пищевой пленкамен жауып, жақсылап жауып, жылы жерге қойып қоямыз. 30-40 минутқа. Бізде 30-40 минут уақытымыз өтті. Қамырымыз жақсы көтерілді. Енді осы қамырымызды түсіріп алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. 12 бөлікке бөлеміз. Егер таразы болса, барлығын бірдей етіп, салмағын өлшеп алсаңыздар болады. Барлығын домалатып,
сүлгінің астына қойып қоямыз. Шетінен біртіндеп алып, оқтаумен жаямыз. Қалыңдығы 3 мм болатындай етіп жаямыз, тым үлкен жаюдың қажеті жоқ. Барлығы 12 жаймамызды жайып алдық. Енді әрқайсысының арасына бөлме температурасындағы сары майды жағып шығамыз. Сары май жағып, барлығын бір-бірінің үстіне қойып шықтық. Енді үстінен ақырындап басып, жан-жағын шамалы қысып, оқтаумен жаямыз. Қалыңдығы 3-4 мм болатындай етіп. Оқтаумен жайып алдық. Енді бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 24 бөлікке бөлдім. Барлығын бөліп шыққаннан кейін, осылай шет жағын шамалы кесіп бөлеміз. Енді салмасына қайнатылған сгущенканы саламыз. Салмасын салып болғаннан кейін, дәл видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Енді жақсылап круассандарымызды тізіп шығамыз. Бетін жұмыртқаның сарысымен майлаймыз. Бір салғанда 6 круассан салынады. «180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минут пісіреміз. Міне достар, біздің круассандарымыз пісіп дайын болып шықты. Өте сондай дәмді, ортасы барлығы пісіп шығады. Сырты қытырлақ болып тұрады. Менімен бірге жасап, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.